10 сынып география пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Оқушылар, бүгінгі сабақта тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеу әдістерін қолдануды үйренесіңдер. Жетекші ұғымдар: картометриялық әдістер, оған жататын ұзындық, аудан және көлем өлшемдерін есептеу. Картографиялық құралдар: циркуль, транспортир, курвиметр, планиметр. Осындай жетекші ұғымдарды білетін боламыз. Бүгінгі таңдағы картографияның алдында тұрған маңызды міндеттерінің бірі карта мен атластарды қолдана білуді үйрететін картографиялық әдістерді жетілдіру. Картамен жұмыс жасаудағы қажетті әдістердің бірі картометриялық әдістер. Бұл әдістің көмегімен карта бетінде ұзындық, аудан, көлем, өлшемдерін есептеуге болады. Ол өлшемдер арнаулы картографиялық құралдар көмегімен жүргізіледі. Ондай құралдарға циркуль, транспортир, курвиметр және планиметр жатады. Енді осы картографиялық құралдардың бірі курвиметр. Курвиметр латынның иілу деген сөзінен алынған. Яғни карта, план және сызба бетіндегі ирек иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал. Теңіздер мен көлдердің жағалық сызығын, шекара ұзындығын есептеу үшін осы курвиметрді қолданылады. Мына суретте көріп отырғандай, курвиметрдің тісті айналмалы ролигі және беткі бөлігінде қанша жер жүріп өткенін көрсететін есептегіш құралы болады. Өлшем алу үшін қисық сызықтардың бойымен курвиметр ролигі көмегімен жүріп өту қажет. Құралдың екі жағында екі циферблаты бар. Оның біреуі ролик көмегімен жүріп өткен жолды көрсетсе, екіншісі карта масштабы бойынша жергілікті жердегі жүріп өткен жолдың қашықтығын көрсетеді. Енді екінші құрал планиметр деп аталады. Планиметр көмегімен аудан өлшемін алу жүргізіледі. Мына планиметр суретінде ол өзара жалғасқан екі тіректен тұрады. Оның біреуінің басы қозғалыссыз болса, екінші басына қажетті нысанды айнала қозғалатын ине орнатылған. Нысанды толықтай айналып өткен кезде есептегіш құрал бетіне сан көрсеткіші жазылады. Өлшем бірлігіне сәйкес аудан өлшемі гектармен немесе километр квадратпен көрсетіледі. Яғни бұл құралмен аудан өлшемін өлшеп жүргізуге болады. Аудан өлшемін алудың карта бойынша кең қолданылатын ең қарапайым жолы палетка әдісі. Ол үшін квадраттық палетка алынады. Аудан өлшемі мына формуламен анықталады. S тең болады AN. Мұндағы A масштабқа сәйкес квадрат қабырғаларының өлшемі, ал N квадраттар санына тең. Егер карта бойынша квадрат қабырғасының өлшемі 50 см болса, онда бір квадраттың ауданы 2500 метр квадрат болады. Ал өлшем жүргізілетін квадраттың жиынтығы 15. Сонда жердің жалпы ауданы 2500 метр квадрат көбейтілген 15-ке. Одан шығатын
375.000 метр квадратқа тең болады екен. Жалпы жердің ауданы. Осылай есептеуге болады квадраттың ауданын. Көлем бойынша өлшеу жұмыстарын жүргізуде нысанның ауданын анықтайтын палетка әдісі және оның биіктік және тереңдік көрсеткіші қолданылады. Көлем мына формуламен анықталады. V тең болады A квадрат N көбейтілген HM. Мұндағы M орташа биіктік немесе орташа тереңдік көрсеткішіне тең. Көлемді осы формула арқылы кез келген нысанның биіктігі мен орташа тереңдік көрсеткішін есептеп шығаруға болады. Енді картада басқа да морфометриялық көрсеткіштерді анықтауға болады. Бұл көрсеткіштерді жататын жер бедерінің еңкіштігін анықтау. Мысалға, жер бедері тілімденуіндегі айырмашылықты анықтау, жер бедері тілімденуінің жиілігін анықтау, географиялық нысандардың жиілігін анықтау, географиялық нысандардың бір-біріне орналасу жақындығы мен алыстығын анықтау. Осындай морфометриялық көрсеткіштерді анықтауға болады картадан. Бұл арқылы мына суретте топографиялық картада жер бедерінің бейнеленуі берілген. Яғни мұны жер бедерінің негізгі түрлері берілген: төбе, қазаншұңқыр, жота, өзек, жыра, тағы басқа. Яғни бұл жер бедерінің түрлерін топографиялық картада горизонтальдардың жаңағы алдындағы морфометриялық көрсеткіштер арқылы қандай жер бедеріне сәйкес келетінін анықтауға болады. Мысалы, төбенің биіктігін, қазаншұңқырдың тереңдігін, жоталардың жату бағытын, мысалы, еңкіштігін, өзектің еңкіштігін, жыраның тереңдігі, мысалы, қайық бел, яғни бұл жердің жаңағы екеуінің ара қашықтықтары, екі жотаның. Мінекей осындай жер бедерінің негізгі түрлерін жаңағы көрсеткіштер арқылы, горизонтальдар арқылы қандай жерге жататынын анықтауға болады. Енді біз бүгінгі сабақта оқушылар картографиялық, заманауи картографиялық әдістер арқылы жаңағы өлшем жұмыстарын жүргізу арқылы нысандарға аудан өлшемін өлшеу арқылы планиметрдің көмегімен, ұзындық өлшемін курвиметр арқылы анықтауды, палетка әдісі арқылы анықтауды, құралдарды пайдаланатын өлшем жұмыстарына осылар туралы білдік. Енді бүгінгі сабақты бекіту сұрақтары. Сұрақ-жауап әдісі. Бірінші, картометриялық әдістердің көмегімен қандай мәлімет алуға болады? Екінші сұрақ. Өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін қандай картографиялық құралдар пайдаланады? Деген сұрақтарға жауап бересіңдер. Және тапсырма. Орындайтын тапсырма. Оқулық мәтініндегі мәліметтерді пайдаланып, карта бойынша бір өзеннің ұзындығын, бір көлдің ауданын, бір теңіз суының орташа көлемін анықта. Енді осы бүгінгі өткен сабақ бойынша кері байланыс орнатылады. Рефлекторлық экран. Менде бәрі сәтті шықты. Мен үйрендім. Бәрінен маған ұнағаны, бәрінен маған қиын болғаны. Кері байланыс жүргізесіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.